Құдайға бүгін адамның денсаулығы маңызды ма, қалай ойлайсыз? Шынайы Құдайға сенуші рухпен де, ақылмен де, тәнмен де қызмет етуге шақырылған. Сондықтан бәріне қамқорлық жасау керек. Киелі кітап Құдайдың сөзі біздің денемізде бізде өмір сүретін киелі рухтың ғибадатханасы деп айтады. Денсаулыққа зиян келтіретін кез келген әрекет Құдайдың өзіне қарсы күнә болып табылады. Осылайша денсаулық заңдарын сақтамағандықтан өмірімізді қысқартып, біз Құдайдың еркіне қарсы әрекет етеміз. Киелі кітапты зерттей отырып, сіз одан адам денсаулығына қажетті 8 принципті көре аласыз. Күн сәулесі, таза ауа, су, қозғалыс, дұрыс тамақтану, барлық зиянды нәрселерден бас тарту және пайдалы нәрселерде қалыпты болу, демалу, Аллаға сену. Осы ережелерді ұстанатын адам енді сенушілер басқа адамдарға қарағанда әлде қайда ұзақ және жақсы өмір сүреді. Армысыздар, ассалаумағалейкум құрметті достар, құрметті тыңдарман, сіздермен бірге Бақыт лайф арнасы, қош келдіңіздер. Келіңіздер. Біз сіздермен бірге, енді естеріңізде болса, біз рухани тақырыптарды көтеріп, сол жайлы әңгіме қыламыз. Құдайдың сөзі жайлы, Құдайдың өзі жайлы, Құдай бізден бүгін не қалайды? Құдай бүгін бізге не ашқысы келеді? Киелі кітап деген не ол? Соның ішіндегі ол Таурат, Забур, Інжіл. Мінекей достар, әрине осы анықтамалардан бөлек біз жанұя жайлы, балалар тәрбиелеу жайлы, енді психологиялық тақырыптар, денсаулық жайлы тақырыптарды өтеміз. Жаңа айта кеткен анықтама басында бұл өте керемет тақырып достар. Өкінішке орай кейбір елдерде адамдар бар жоғы 30-35 жасқа дейін өмір сүреді, ең көбі 40 жасқа дейін. Өмірлерінің өзі сондай, айналасындағы табиғат үшін, ішкен тамақтары үшін. Біз бүгін енді Құдайға шүкір 70, 80, 90, 100-ге дейін де арамызда өмір сүріп жатқан кісілер бар. Кей кезде 100-ден де асады. Ол жайлы бізге андасында жаңалықтардан да көрсетіп қойып достар. Сіз қанша жасқа дейін өмір сүргіңіз келеді достар? Сіз жиі ауырғыңыз келе ма? Болмаса денсаулығыңыз жақсы болғанын қалайсыз ба? Ол үшін не істеу керек? Әрине бүгін шындықты біле отырып адамдар шындықтан бас тартады. Әрине бүгін адамдар денсаулықты қалай ұстауға болатынын біле отырып, денсаулықты жақсы қалыпта ұстамайды. Біле отырып, ол денесіне зиян келтіретінін біле отырып, мысалы шылым, ішімдік, оны қолданады. Неліктен? Өйткені үйреніп қалған, өйткені ол мен кез келген кезде тастай аламын дейді, өкінішке өзін алдап, және де басқалардың алдында өзінің енді басқалар сияқты болғанын көрсеткісі келеді, бірақ оның өзінің аяғына өзі түсінбейді. Сол үшін достар, біздің осы Бақыт лайф арнасында денсаулыққа да арналған тақырыптарымыз бар. Осы біздің бейнежазбаның астында біздің парақшамызға кірсеңіздер, плейлист дегенге кіріп, астында қысқа роликтер бар, маңызды жақсы ойлармен, және де денсаулық жайлы тақырыптарымыз бар. Соларға кіріп, көріп, маңызды ақпаратты алсаңыздар болады. Арға жалғастыра кетейік. Бұл ол біздің ішімізде. Бұл туралы ойланып көріңізші. Құдай сізді жаратты. Құдай сізді тарихтың дәл осы кезеңінде орналастырды. Сіз, мысалы, бұл жайлы енді кішкене статистика бар. 1.200.000 дейікші. Мысалы, ол кішкене одан да көп сан болуы мүмкін. Соның ішінде сіз енді осы өмірге келуге мүмкіншілік болдыңыз. Әрине бұл кішкене табиғи дәлелдемелер бар бұл жайлы. Қазір нақты есімде жоқ болып тұр, сондықтан сіз ойланып көріңізші. 1.200.000 ішінде дәл сіз өмірге келдіңіз. Басқа біреу келуге мүмкін еді сіздің орныңызға. Қанша тұқымның арасында. Бірақ дәл сіз. Не үшін? Құдайда сіздің өміріңізге деген жоспары мен мақсаты бар достар. Оған қоса ол сізге ойлайтын миды, соғатын жүректі, тыныс алатын өкпені берді. Ол сізге дарындар мен қабілеттер, үміттер мен тілектер берді. Ол сізге құлақ пен көзді, бұлшықеттер мен сіңірлерді берді. Және ол біздің күн жүйесінде тіршіліктің гүлдену үшін тамаша жағдайға ие осы әлемге орналастырды. Сіз Құдайдың жоспарының бөлігісіз. Мүмкін сіз бұмен келісперсіз достар. Рас,
көп адамдар қойшы дейді, менің өзім жоспарым бар дейді. Сондықтан Құдайдың жоспарымен адамдар сәйкес келмей, өкінішке орай нексе соны орып, қиын жағдайға тап болады. Бүгін адамдар бай болғысы келеді. Неліктен көп адамдар бай болмайды бүгін? Кейбір статистикалық болмаса, кейбір көркем фильмдер бар. Деректі, онда мынандай ой бар. Мысалы, енді мысал ретінде келтіреді да, бай адам мен кедей адам орнымен ауыстырады. Сондағы бай адам кедейдің орнына түседі, тыныш өмірін сүреді, ал кедей адам бай болады да, иә, керемет бай болады. Барлығы армандаған бәрі қол астында болады. Бірақ өкінішке орай жанындегі біреу болмаса өзі қатты аурумен ауырады. Сіз сондай қалар ма едіңіз? Мүмкін сондай үшін Құдай бүгін адамға көп нәрсені бермейді. Бірақ бұл ойлардың бірі, достар. Сіз Құдайдың жоспарының бөлігісіз. Бұл өмірде Құдай сізге көп нәрсені бере бермейді. Бүгін адамдар байлықпен жұмыс істей алу білу керек. Егерде біреуге бүгін байлық беріп қойса, ол өзгеріп қалады. Тем арасында. Кейбір адамдар бай бола отыра, қарапайым адам болып өмір сүреді. Өзін көкіректен кетпейді, айналасын сыйлайды. Өзінің байымын деп есептемейді. Құдай жоспарының жұмбақ, әдемі бөлігі. Ол өз халқы арқылы жұмыс істеуді таңдайды, достар. Себебі өзіне ұнайтын істерді қалап, жүзеге асыруларына түрткі болушы Құдай дейді. Бұл жайлы бізге жаңа өсиетте келіп кітапта Құдай осылай айтады. Барлығы Құдайдан басталады және Құдайдан келеді. Бірақ біз оның рухын таңдап, оның жетелеуімен жүреміз бе, әлде оны елемейміз бе? Таңдамыз бар, достар. Бүгін мен жақсы жолмен жүрем ба? Болмаса өзімнің қалауыммен жүрем ба? Менің қалауыммен қалай? Бір жігіт үйленгісі келеді, бірақ Құдайдың еркін сұрайды. Дұға етеді. Құдай, осы қызға үйленсем, біз бақытты жанұя боламыз ба? Мен оны бақытты қыла аламын ба? Енді Құдайдың кеңесін сұрады. Оның мінезің енді толық ашық емес қой. Біз енді біраз жүрдік енді. Ертеңгісін кім біледі қандай мінезі болатын. Бірақ сенің еркің болсын дейді. Егер де сенің еркің болса, мен оған үйленем дейді. Бірақ сенің еркің болсын, Маржан менікі болсын дейді. Сонда да өзінен қалмайды. Жиі адамдар сөйтіп өмір сүреді бүгін. Өзінің еркімен, өзінің қалауымен жүреді. Біз Құдайдың жетелеуіне бас иіп, оның жетелеуіне сәйкес әрекет етуді немесе өзіміз орындауға тырысуды шешуіміз керек. Құдай кез келген нәрсені істей алады. Бірақ ол өзінің ниетіне сай өз халқының ішінде және арқылы әрекет етеді. Мәсіхке тиесілі адамдар оның рухына толы. Біз енді күнәнің немесе осы дүниенің құлы емеспіз. Или құлымыз ба? Бүгін адамдар айтады, жоқ, мен ішімдіктің құлы емеспін. Мен шылымның құлы емеспін дейді. Қалаған кезімде тастай саламын дейді. Бірақ таста десе, тастай алмайды. Өз-өздерін алдайды. Сіз кімді алдағыңыз келеді? Құдайды біз алдай алмаймыз ешқашан. Ал Құдайға жүгініп, Құдайдан көмек сұрасақ, ол дайын көмектесін. Достар, мен сізге шындығын айтамын. Өзімнің басынан бұндай тәжірибе өткен, достар. Біз енді күнәнің немесе осы дүниенің құлы емеспіз. Біз енді Құдайға еру мүмкіндігінен айырылған жоқпыз. Керісінше, ол бізге жаңа армандар мен тілектер, ойлар мен күш-қуат пен өсімшілдіктің орнына мейірімді жүрек береді. Сондықтан басқа біреуді жарылқау немесе жігерлендіру идеясы сіздің ойыңызға келсе, оны жоққа шығармаңыз. Егер сізде кенеттен оның хабарларымен бөлісуге, басқаларға қызмет етуге, оның сүйіспеншілігін жомарттықпен беруге немесе нұрлануға деген құштарлық пайда болса, оны назарсыз қалдырмаңыз, достар. Сірә бұл Құдайдың рухы. Ол сізге оған ұнайтын нәрсені істеуге ықылас пен күш береді. Достар, ойланыңыздар. Бүгін қандай шындықты ұстану керек? Құдайдың мен үшін жоспары бар. Екіншіден, Құдай менің өмірімде жұмыс істейді. Үшіншіден, Құдаймен менде керек нәрсенің бәрі бар. Қайсы жауапты таңдасаңыз, соны өзіңізге жауап қайтарып, достар, Құдайдың артынан еруге дайын болайық. Сұрақтарыңыз болса, осы біздің бейнежазбаның бетіндегі WhatsApp нөмірімізге хабарласып жазыңыздар. Біз сіздерге көмектесуге дайынбыз.